Сәлем достар, бүгін біздер дайындалу өте оңай, әрі тез алма қосылған бәлішті пісіретін боламыз. Шарлотка деп те атайды. Небәрі 4 ингредиенттен тұрады. Ұн мен қанттың мөлшері сіздің формаңызға байланысты өзгеруі мүмкін. 160 немесе 200 грамм қант, дәл солай ұн, 4 жұмыртқа және алма. Алма менде үйдің кішкентай алмасы болғандықтан көбірек алдым. Алдымен алмаларды жуып, қабығынан тазалап, бір шетке қоя тұрамыз. Жұмыртқаны миксермен 4-5 минут араластырамыз. Үстіне қантты салып, тағы да біртіндеп араластырамыз. Естеріңізде болсын, неғұрлым көп араластырсаңыз, соғұрлым үрпілдек, яғни воздушный болып шығады. Ұнды елеуіштен өткізіп, оған 1 шай қасық ас содасын немесе қопсытқышты саламыз. Дайын болған массамызға ұнды біртіндеп салып, ақырын ғана араластырамыз. Алдын ала туралған алмаларымызды салып, араластырамыз. Мен формаға май жақтым, пергамент қағазын төсесе де болады. Алмалы бәлішіміз немесе шарлоткамыз дайын. Қалауыңызша үстіне қант ұнтағын сепсеңіз болады. Бәлішіміз өте үлпек болып шықты, өте дәмді. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше астарыңыз дәмді болсын.